Қайырлы күн, менің есімім Ақкенже Жұмабекқызы, әйел және отбасы психологы. Менің каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода мен адамның санасында қалыптасатын негізгі установка деп айтамыз ба, жоқ, ішкі бір күйі, халі деп айтқан дұрыс болатын шығар. Психологияда оны доверие к миру, әлемге сенім арта алу деп айтады. Ал оны есейе келе біз Аллахқа сенім арта алу, яғни сәби күні қалыптасады. Есейген кезде біз ол сенімді толықтай Аллахқа сенім артуға қарай ауыстырамыз. Осы туралы айтатын боламын видеода. Егер де сізге психология қызық болатын болса, өзіңді тану тақырыбы қызық болатын болса, онда каналыма тіркелуге шақырамын. Себебі каналымда осы тақырыпта, яғни өзіңді тануға көмектесетін және психологияға қатысты пайдалы ақпараттар жеткілікті. Сонымен доверие к миру, әлемге сенім арту қалай қалыптасады? Негізі ананың құрсағында жатқан кезден бастап қалыптасады. Өйткені бұл тікелей ананың халімен, күйімен байланысты. Және де ол ата-ананың бала құрсаққа бітпей тұрып, қаншалықты дүниеге бала алып келгісі келді, және де қаншалықты олардың арасында махаббат болды, қаншалықты олар психоэмоционалдық тұрғыдан ересек болды. Осының барлығы әсер етеді. Адамдағы осы базовый хал, яғни әлемге сенім арта алу қалыптасу үшін осының барлығы тікелей әсер етеді. Одан кейін 9 ай құрсағында ананың қандай халде болды, одан кейін дүниеге қалай келді, мысалға болады тяжелые роды, ауыр дүниеге келеді, босанады әйел адам, яғни анасы баланы ауыр дүниеге алып келеді. Ол нені көрсетеді? Яғни адамның психикасы және де оның денесі барлығын есінде сақтап қалады деген сөз. Яғни если у женщины, яғни анасында тяжелые роды болатын болса, онда ол үшін мысалға өмірде жалпы қорқыныш көп болуы мүмкін, агрессия көп болуы мүмкін. Өйткені дүниеге келу қиын болды, демек ондай адамдардың түсінігінде көбінде қалыптасу үшін қиын және ауыр жолдардан өту керек деген осындай бір түсінік болады көп жағдайда. Бұл бір қатып қалған заңдылық емес, бірақ сонымен қатар егер де мысалға анасы қатты қиналған болса, бала қиналып дүниеге келген болса, ол кезде де сондай бір түсінік болуы мүмкін. Яғни бұл әлем жаңағындай қорқынышты, бұл әлем қауіпті деген сияқты да. Әрі қарай дүниеге келді бала, осы кездегі ананың бірінші оған деген көзқарасы, оған деген сезімі, қарым-қатынасы, вот ключевой момент, яғни анасы баланы қаншалықты бауырына басты, ол сен дүниеге келдің, вот какие бы тяжелые ни были роды, дүниеге келу процесі қаншалықты ауыр болмасын, егер де осы сәтте анасы баласын прям бауырына басып, кеудесіне салып, егер сүті болса тіпті жақсы, алған кезде, демек, айттым ғой, адамда уже жатырда, анасының құрсағында жатқан кезде, дүниеге келіп жатқан кезде психикасының есте сақтау, дененің есте сақтау қабілеті бар деп, и осының барлығынан өткеннен кейін анасы дұрыс, яғни бауырына басып, кеудесіне салып, бала сүт алса, егер, вот в принципе ол адамда, иншаллах, демек қандай қиындық болмасын, түбі мен жақсылыққа жетемін, демек бұл әлем менің қалағанымды маған береді. Бұл әлем мен үшін қауіпсіз және де бір тыныштық мекені деген осындай бір түсінік уже сол сәтте адамда саналы түрде, бейсаналы түрде, физикалық тұрғыдан қалыптасады. Өйткені
адам, яғни бала дүниеге келген кезде ананың кеудесіне бауырына басқан кезде, анасы кеудесіне салған кезде ода не істейді? Ода тыныштық пайда болады, қанағаттанады бала, жаңағындай іштей физикалық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан, психоэмоционалдық тұрғыдан. И ары қарай бұл әлемге деген жаңағындай сенім арта алу 7 жасқа дейін нақты бір фундаментпен қалыптасады. Бұл өте сондай ананың да, баланың да өміріндегі маңызды кезең, яғни бұл кезеңдер екеуі үшінде үлкен бір сондай жауапкершілікті, көбіне ана үшін, бала үшін емес, өйткені бұл кезеңдердің барлығында бала толықтай тәуелді анасына, сондықтан да көп жағдайда анадан үлкен бір жауапкершілікті талап етеді. Ананың ішкі күйі, халі, сол кездердегі балаға деген қарым-қатынасы, осының барлығы қалай өтті. Мысалға қазір енді бала жылаған кезде емізеді, әрдайым бала анасының қасында, ал бұрын совет үкіметі кезінде мысалға біздерде мүлдем басқаша болған екен, баланы алып кетеді, белгілі бір уақытта алып келеді, яғни сол кезде ғана емеді деген сияқты. То есть бала сол кезден уже қандай да бір системаға байлаулы еді. Қазір керісінше еркіндік бар, еркіндік береді балаға. Яғни жылаған кезде баланы емізу керек деген сияқты, осындай метод. Бірақ енді көп қазақы апаларымыз, әжелеріміз айтады, бұл ешқандай да бір шетелден келген, батыстан келген техника емес, баланы жылаған кезде емізу деген. Қазақтар баяғыдан сондай, жыласа бала қарны ашты, емізу керек деген сияқты айтып жатады. Осылай мүмкін, ол да болуы мүмкін, но факт в том, что баланың жылаған кездегі оның жаңағындай қалауы қаншалықты қанағаттандырылды, осы маңызды. Яғни бала тек қана қарны ашқан кезде ғана жыламайды, сонымен қатар оны іштей физикалық тұрғыдан бір нәрсе мазалаған кезде, мысалға сол кезде егер де анасы соны табуға тырысса, және де тауып оны тынышталдырса, ода жай демек бұл әлем мен үшін қауіпсіз, демек мен еркін өзім қалауларымды білдіре аламын, және оны қанағаттандыра алады деген осындай бір санасында түсініктер жай қалыптаса береді. Ары қарай енді оның алғашқы сепарациядан өтуінің, сепарация кезеңі ол жаңағындай құрсақтан шығу, яғни дүниеге келу процесінен басталады, одан кейін бар 3 жас, одан кейін 7 жас, бала уже бөліне бастайды мамасынан, ары қарайғы кезеңде папасымен бірге қарым-қатынас құра бастайды. И осы адамдар, анасы әуелгі кезде, одан кейін әкесі, ол адамға, яғни бала кезеңде біздерге, әлемге қаншалықты біз сенім арта аламыз, осындай түсінікті бізге салып береді. Енді бұның Аллахқа сенім артудағы қандай әсері бар деп ойлауымыз мүмкін. Бұның барлығының Аллахқа сенім арта алуымызға қаншалықты маңызды бұл керек деген кезде мынандай сұрақ емес, мынандай бір ой туындайды менде. Бұл біз барлығымыз иман келтіреміз, иман Аллахтан, яғни Аллах Тағала біздің жүрегімізге иман берді. Аллахтың бар екеніне, бір екеніне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның оның елшісі екеніне біз жаңағындай иман келтіреміз. Біз сендік бар екеніне, бір екеніне сендік. Пайғамбарымыздың оның саллаллаху алейхи уассалам айттым, елшісі екеніне сендік. Бірақ бұл иман келтіру мен толықтай сенім арту екеуінде үлкен айырмашылық бар. Ол көп жағдайда қай кездерде көрініс табады? Өмірлік бір қандай да бір проблемалар болған кезде, адамдармен қарым-қатынас құрған кезде, жалпы қандай да бір қиын ситуация, қуанышқа түскен кезде, әсіресе қиын ситуацияда, қуанышта біз оны сенім арта аламыз, Хотя ол кездерде де тайып кетуіміз әбден мүмкін, но көп жағдайда қиын сәттерде,
іште мазасыздық туындаған кезде, қорқыныш ұялаған кезде біз иманымыздан тайып кетеміз. Бар екеніне сенеміз, бірақ Аллах тағаланың біздің жанымызда екенін, бізді қорғайтынына, бізге жәрдем ететініне біз не істемейміз, сенім арта алмаймыз. Барлығын өзімізге контроль етіп ұстағымыз келеді, өзіміздің қолымызда ұстағымыз келеді. Бұл да бірден бір белгісі біздің жаңағындай Аллахқа сенім арта алмай тұрғанымыздың. Енді осы жерде как раз таки сипаттары туралы айтайын. Бізде осы Аллахқа сенім артуда проблема бар. Егер де бізде Аллахқа сенім артуда проблема болатын болса, демек бізде әу баста дүниеге келген процестен осы әлемге деген сенім арту деген осындай базовый түсінікте проблема бар деген сөз. Бұны қалай түсінеміз? Біріншіден, біз қасымыздағы жан-жарымызға да сенім арта алмаймыз. Мысалға, күдіктенеміз, қорқамыз, жоғалтып аламыз-ау деген бір қорқыныш болады. Болмаса, оны кішкентай бала сияқты қылып көргіміз келеді. Оған бір жеке басына өзіне бір жұмыс тапсыра алмаймыз. Неге? Ол как будто сенсіз ол оны жүзеге асыра алмайды. Оның қасында міндетті түрде мен болуым керек деген сияқты. Немесе достық қарым-қатынас, жұмыста, яғни сен өзіне көп жауапкершілік алып қоя бересің. Енді бұл мен болмасам деген түсінікке келеді. Егер мен болмасам, олар жасай алмайды. Мен болмасам, олар бүйте алмайды. Яғни постоянный бір қорқыныш бар. На самом деле, ол адам тек қана өзінің бір важностін ғана көрсеткісі келмейді. Ол жерде в то же время жалғыз қалудан да қорқу. Жалғыз болып қалудан да қорқу және жалғыздықты сезінбеу. И бұл да как раз таки доверие дұрыс қалыптаспағаннан келеді. Или ол жерде қатты прям ұсталып бір жерде қалып қалғанын, в каком-то периоде ол мамасының жанында қалып қалды, психологически, эмоционально, или ол был рано оторван, да, и у него страх потери, что ол жоғалтып алуы мүмкін, что ол жалғыз қалып қоюы мүмкін, да. Сондықтан да ол сенім арта алмайды Аллах тағалаға. Сенім арта алмағандықтан да Аллах тағала ол адамға да сенім арта алмайды. Барлығы жерде күмәнданады, барлығы жерден подвох іздейді, барлығы жерден жаңағындай өзіне дұшпан іздеуі де мүмкін, контрольда ұстауы мүмкін. Сондықтан да ситуацияны, адамдарды, мысалға, әйел адам болса күйеуін, күйеу болса әйелін, балаларын, кейбір ер адамдар бар, туған туысқандарын да контрольда ұстайды. Одан әрі басқа да отбасыларын өзінің контроліне алғысы келіп тұрады. Там не только желание чувствовать себя важным, да, и не только желание, чтобы они все от меня зависели, тем самым чувствовать, как будто бы я мынандай бір покровитель сияқты солардың барлығына, да. Жоқ, бұл и в то же время, что адам өзіне көп алады. Ода сенім жоқ Аллах тағалаға. Иманы бар шығар, бірақ сенім арта алмайды Аллах тағалаға. Ол каким-то образом өзі осының барлығын жүргізгісі келеді. Іште ода қорқыныш. Іште ода жалғыз қалып қалудан қорқыныш. Мен керек болып қаламын, керек емес болып қаламын деген сияқты осындай бір қорқыныш. Яғни, то есть он где-то там, в этом периоде он застрял. Он деген это человек. Неважно, женщина, мужчина, он где-то в каком-то периоде застрял. Возможно, в каком-то периоде взросления, например, 3 жасында, да, психоэмоционалдық тұрғыдан, или может, енді дүниеге келген кезде. То есть психика, она где-то застряла. Там, и поэтому он не может полностью довериться, расслабиться, отпустить. Енді мынандай бір сұрақ туындауы мүмкін көбісінде. А что в этом плохого, да? Қай жері жаман, егерде адам
күйеуіне немесе әйелі балаларына қандай да бір контроль, бақылау орнатса, немесе бір адамның отбасында бір үлкен болып, барлығына жауапкершілік алып, там қамқорлық танытқанда онда тұрған не бар деген сияқты осындай сұрақ болуы мүмкін да. Неге? Себебі бұл біздің қазақы бір өзіміздің менталитетімізге, ұлттық бір дәстүрімізге жақын әулеттің бір үлкені болады, үйдің бір үлкені болады. Көбіне ол ер адамдар, мысалға отбасының үлкені бір әкеміз. Біз барлығымыз сол әкемізге жаңа проблемамызды айтамыз, сол кісі өзі шешеді, біз оған бағынамыз деген сияқты. Бұның барлығы дұрыс, бірақ бұл жерде именно навязывать, понимаете? Навязывать и манипулировать. Басқалардың қалауынсыз өзіне байлау, басқалардың қалауынсыз өзіне тәуелді ету. И даже кейде манипуляция деген не? Өз қалауыңды басқа адамға соның қалауы сияқты етіп көрсету, да? То есть ондай адамдар, которые сенім арта алмайтын адамдар, олар именно сондай манипуляциялар жасайды. Мысалға бір нәрсені береді, одан кейін қайтып алады. Осы әрекет ол адамда осыған деген бір тәуелділік оятады. Ол адамдар түсіне ма, түсінбей ма, білмеймін, но они какую-то такую манипуляцию совершают. Это действительно такая манипуляция, это игра какая-то. И берет, одан кейін қайтып алады, там восхищаться етеді, тағы да там одан кейін алшақтатады өзінен. То есть ол адам өзін өзі сайлайды. Мен үлкенімін деп, да? Понимаете? Я буду решать, я буду главным. И я буду вам помогать, это я решаю, кому, как, что деген сияқты. Ол адам өзін өзі тағайындайды, да? Егер де сіз өзіңіздің отбасыңызда ғана болатын болсаңыз, ер адам, әйел, балаларыңыз, естественно, әйел мен күйеуі өзі шешеді, кім ол жерде главный, күйеу болуы мүмкін. Ал егер де бір әулетті алатын болсақ, онда әулет болып бәрібір ортақ шешімге келу керек. Біз осы адамға бағынамыз, там көпшілік таңдады деген сияқты. Кішкене темадан ауытқып кеттік, но тем не менее, чтобы түсінікті болсын деп, да. Сондықтан да екеуінің айырмашылығы осы. Здоровые это желание там быть главным в семье, в роду, и нездоровые желания. Здоровые — это когда другие сами тебя выбирают. Они выбрали тебя как главу рода, семьи, да, и они доверяют тебе, и они оларға бір қиын емес, саған там сенің сөзіңе құлақ асу, но при этом ол адам олардың да қалауын ескереді. Ол ешқандай манипуляция, там какие-то уловки психологиялық та жасамайды. Ол шынайы, ол ашық, ол дана, ол өзінің жаңағы жанашырлығын еркін ашық көрсете алады. Ал доверие, яғни сенімі аз, сенімі дұрыс қалыптаспаған мысалға адамда, он внутри все равно как ребенок, он играет роль взрослого человека, он сам себя назначает главным, он сам себя там считает таким главным и навязывает свою важность, главность другим людям. На этом пути он может чего-то добиться, что-то сделать для того, чтобы другим было хорошо, чтобы они поверили, что он может быть главным, да? А потом он на этой почве начинает там уже манипулировать людьми. Я же главный, ты же видишь, что я главный, ты же видишь, что мне можно доверять, да? Дальше также доверяй и делай то, что я хочу. И это желание закрыть какие-то свои потребности, закрыть какой-то страх и играть роль главного. Осындай бір айырмашылығы бар. Енді Аллахқа сенім артудағы дұрыс жолы қалай көрініс табады? Бұл бірінші, тура бізде дінімізде қалай көрсетілген, біз солай жасаймыз. Яғни біз пайғамбарымыздың өміріне қараймыз, саллаллаху алейхи уассалам. Әуелі пайғамбарымыз не дейді? Мысалға дұға етеміз дейді. Кез келген бір амалды бастамас бұрын бір жаңағындай сіздің бір жұмысыңыз деп айтайықшы, бастамас бұрын біз Аллах тағалаға дұға етеміз. Аллахым, міне мен осындай бір нәрсе бастағалы жатырмын, ісіме береке бер, оңынан болсын деп дұға етеміз. Одан кейін садақа бер деп айтады. Осы жолда біз садақа етеміз. Одан кейін біз әрекет етеміз. Әрекет етеміз, нақты қадамдар жасаймыз. И нақты қадамдар жасағаннан кейін қолыңнан келгеннің бәрін жасайсың.
қолыңнан келгеннің бәрін жасайсың, белгілі бір уақыттан кейін қарайсың, что-то еш нәрсе болмай жатыр. И осы жерде Аллахқа сенім арта алатын адам, яғни базовый довериесі дұрыс қалыптасқан адам тоқтайды. Не деп айтады? Нәтижені беруші Аллах тағала. Мен қолымнан келгеннің барлығын жасадым. Қалай дұрыс жасау керек болса, мен осының барлығын жасадым. Әрі қарайсын мен Аллах тағалаға тапсырам. Болды. Ал енді сізден тұрақты, нақты бір жұмыс болатын болса, мысалға тоқтамай, талмай, тынбай жасай беру керек жұмыс болатын болса, онда ол жерде де сіз тоқтамай жасай бересіз. Аллахым, мен жасаймын, мен сенемін, ертеме кешпе менің бұл әрекетім нәтиже береді. Неге? Себебі мен өзім көрсеткен жолмен, яғни пайғамбарымыздың көрсеткен жолмен, саллаллаху алейхи уассалам, бұл амалды жасап келе жатырмын. Сондықтан да бұл маған иншаллах бір нәтижесін береді. Ол нәтижесін береді деп Аллах тағалаға сенім арту арқылы сіз әр қарай жұмыс жасай бересіз. Но ол жұмыс жасау сіз үшін не болмау керек? Ауыртпалық болмау керек, қиындық болмау керек, ауырсыну туғызбау керек. То есть вы должны на этом пути работать легко, свободно. Шаршасаңыз демалуға мүмкіндік беру. Бұның барлығы сенім арта алудан келеді. И сенім арта алған кезде тура шаршағанда демалу, қиналған кезде қиналғаныңды айту, жаңағындай дұға ету, адамдардан көмек сұрай алу, қатты үмітсіздікке салынған кезде тағы да Аллах тағалаға бару, тоқтау керек жерінде тоқтау, тоқтамау керек жерінде тоқтамау деген сияқты. И осындай бір әрекеттердің нәтижесінде иншаллах Аллах тағала менің қалауымды береді деген осындай бір хал, ішкі күй болу керек адамда. Яғни ішкі жаңағындай сенімі әлемге дұрыс қалыптасқан адамның әрекеті осындай болады. Ал егер де сіз жоқ, мен қайтсем де өзім жасауым керек, жоқ, мен болуым керек, мен істемесем болмайды деген осындай бір әрекет болатын болса, әсіресе мысалға кейбір әйелдер айтады, мен дейді, намаз оқимын, жол садақасын берем, жолға шығатын кезде дейді, мысалы автобусқа мінеміз енді отыратын кезде мен отыра алмаймын. Мен қатты қорқам, как будто қазір водитель ұйықтап кететін сияқты, анау қасындағы оның көмекшісі көрмей қалатын сияқты. И мен жол бойы ұйықтамай бір нәрсе оқып барам, бір нәрсе айтып барам. Как будто қазір мен ұйықтап кетсем, ана жаңағындай көрмей қалам ана водительдің, тоже ұйықтап кетуі мүмкін, әйтеуір бір нәрсеге ұшырап қалуымыз мүмкін. Сондықтан да мен ұйықтамай барам, жолдан келген кезде әбден шаршап келем, қиналып келем. Вот признаки того, что сізде біріншіден сенім арта алмайсыз Аллах тағалаға. Сіз Аллах тағала жаса деген нәрсенің бәрін жасадыңыз, үйден шығарда мысалға намаз оқып шықтыңыз, дұға еттіңіз, сапар жаңағы білмеймін, мысалы садақасын берген шығарсыз, келдіңіз, аятул курси оқыдыңыз, дұға еттіңіз, енді автобусқа отырған кезде тағы да дейік, вот прям қатты, вот прям до последнего оқуым керек десеңіз, вот оқыдыңыз. Сонда да сіз босаңси алмай жатырсыз. Вот понимаете, вот это вот признак того, что сізде ау баста доверие к миру дұрыс қалыптаспаған, и мына жерде сізге Аллах тағала жүрегіңізге иман берді, бірақ сіз ол иманның бар бола тұрады. Аллах тағалаға да толық иман, сенім арта алмай жатырсыз. Егер де сізде осындай бір мазасыздық, бұл адамның ішінде тынышсыздық туғызады, мазасыздық туғызады, қорқыныш туғызады, осындай болатын болса, онда сізге психолог маманмен жұмыстану қажет. Яғни вот базовое доверие к миру нужно будет восстановить. Қалай восстановить ету керек? Енді ол психолог маманмен бірге жұмыс жасау барысында сізге айтатын болады. Сондықтан да осыны ескерген дұрыс. Аллах тағалаға иман ету бар, және толықтай оған сенім арту бар. Ал сенім артуда сізде проблема болатын болса, демек сізде ау баста бала күніңізден қалыптасқан доверие к миру деген осындай бір установкаңызда, халіңізде, күйіңізде проблема бар деген сөз. Видео осымен тамам, сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз ой пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, өте қуанышты боламын.